Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет сәбізден жасалған рулетті жасап көрсеткім келіп тұр. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, сіздердің рулеттеріңіз ешқандай сынбай, бөлінбей, өте әдемі болып шығатын болады. Және піскен кезде де өте жұмсақ болып піседі. Ең алдымен біз өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге 3 осындай орташа көлемді сәбіз, чеснок, майонез, сыр және осы тауықтың жұмыртқасы керек болады. Өткізгіштің осы үлкен көзімен сәбіздерімізді жақсылап өткізіп аламыз. Өткізіліп дайын болған сәбізді табаға салып қуырамын. Қызып тұрған табаға 100 грамм сары майды салып, ерітіп алып, оның үстінен сәбізді салып қуырамын. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып қуырып алдым. Одан кейін отымыздың астын жай қойып, бетін жауып, біраз пісіріп аламын. Арасында сәбізіміз күйіп кетпес үшін қозғап тұруымыз керек. Сәбізімізді осылайынан пісіріп алғаннан кейін біраз уақытқа суытып қоя тұрамыз. Қуырылып дайын болған сәбізді арнайы ыдысымызға салып, сәл суытып аламын да, үстінен салмасын салып араластырамын. Мен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым. Қазір осы сәбіздің үстіне жұмыртқаның сары уызын салып, араластырып аламын. Жұмыртқаның ақ уызын бөлек миксерлеп аламын. Осылай миксерлеу барысында жұмыртқамыз қатып шығады. Шамамен 5 минуттай миксерледім. Осылай төңкерген кезде төгіліп қалмайтындай болу керек. Және осы сәбіздің үстінен қосып, енді осы салмамызды да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластыра келе менде осындай теста пайда болды. Енді осыны табаға салып пісіріп аламын. Табаның бетіне міндетті түрде пергамент қағазын төсеу керек. Егер пергамент қағазының сапасына күмәніңіз болса, онда бетіне май жағып, содан соң салманы төсейміз. Осылай бетін бір келкі етіп, әдемілеп тегістеп шығамыз. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып кетпеу керек. Енді 180 градус ысып тұрған табада 15 минут шамасында пісіріп алдым. Енді осы арада мен салмасын дайындап аламын. Салмасына кішкене майонез, сыр керек болады және чеснок қосамыз. Чеснокты әрине өз қалауларыңызға қарай қосасыздар. Мен алдымен сырды осы үккіштің үлкен көзінен барлығын өткізіп алдым. Өткізіліп дайын болған сырдың үстінен укропты майда етіп турап үстінен саламын. Енді қасықтың көмегімен араластырып, оның үстінен майонезді салып, тағы араластырып аламын. Салмамызға чеснокты қалауларыңызға қарай қосасыздар. Мен бір бас чеснокты осындай үккіштен өткізіп қосып жібердім. Міне біздің салмамыз дайын болды. Осы арада бисквитіміз де пісіп шықты. Енді столдың үстіне пищевая пленкамызды жайып, оның үстіне салқындаған бисквитімізді түсіріп аламыз. Одан соң бисквиттің ішіне салмамызды салып араластырып аламыз. Салмамызды барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығамыз. Салмамызды бір келкі етіп салып болғаннан кейін рулетімізді пищевая пленканың көмегімен дәл осы видеодағыдай орап шығамыз. Дәл осылай пленканың көмегімен орайтын болсаңыздар, сіздердің рулеттеріңіз сынбай өте әдемі болып, бір келкі болып шығатын болады. Дәл осылайынан пленканың ішіне салып, орап, тоңазытқышта 2-3 сағатқа немесе бір күнге қоя тұрамыз. Тоңазытқышта 3-4 сағаттай уақыт тұрды. Біздің рулетіміздің іші дәл осылай болып шықты.
Егер сіздерде дәл осы тестамен жасайтын болсаңыздар, сіздердің рулеттеріңіз өте керемет болып шығады және жеген кезде де өте жұмсақ тіске басар болды. Егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, астындағы подписаться деген батырманы басып және жанындағы қоңырау белгісін басып арнама тіркеле кетіңіз.